қыранды көре алмадық. Ол жоқ екен. Болған жоқ. Бұған сен алар емеспін. Сонда үлкен қыранда жоғалған ба, Ричард? Сен де осындасың ба? Плодди, мұнда не істеп жүрсің? Сен де осындасың ба? Не істеп жүрсің? Мен бе? Жай, құстарды қарап жүрміз дегендей. Жоқ. Рас, жоқ екен. Плодди, сен құстардың жоғалғанын бірден хабарламай, бұл маңызды жайтты полициядан жасырғаның үшін, бәрімізді алдағаның үшін, жұмыс уақытында ұйықтағаның үшін айыптысың. Иә, бірақ мен оларды өзім... Сендер күштісіңдер ғой. Ақмақ көлікті тыңдап қайтесіңдер. Иә, сенікі дұрыс. Бірақ, констебль. Нағыз полиция қызметкері осындай болу керек. Плодди, сені жұмыстан қудым. Аға? Бірақ алдымен саябақты жауып кет. Қыран болмаса саябақ та жоқ. Жүре ғой айналайын. Ақмақ қаңылтыр басмай. Жоқ, Плодди, сен ақмақ емессің. Бұған екеуміз де жауаптымыз. Мен бастықпен сөйлесейін. Сенсіз жұмыс жүрмейтінін біледі ғой ол. Мен сені тасуға керек болғаным үшін ғана айтып отырсың ғой соны, иә? Жоқ, сен нағыз доссың. Мұны ешқашан ұмытпа. Сенен басқа менің кімім бар? Досым да жоқ, көлігім де жоқ. Сен нағыз батырсың. Иә, бірақ маған көмек керек. Анау сүйкімді әйелдердің ұрлағанын... Биттенді ұры деп тұрсың ба? Ричард, оның анасы Скаффиді ұрлағанын өз көзіммен көрдім. Бірақ биттен ешқашан. Ол... Екеуі де қауіпті қылмыскер. Ал сен болсаң. Ескі қаңылтырсың. Биттен сенің жаңа досың болған үшін солай деп тұрсың. Сен мені қызғанып тұрсың. Соқыр болып қалдың ба? Миы жоқ. Темірсің сен. Скаффиді ұрлаған. Биттен мен оның анасы екенін дәлелдеймін. Жоқ. Биттен шыбынды өлтіруге қимайды. Қыранды ұрлаған басқа адамдар. Нағыз ұры бостандықта жүр. Мен оларды ұстаймын, саған уәде берем. Түсіндің бе? Күмәнді. Тоқта! Үйшікті. Осында тыққан екен ғой. Ричард ағай, естіп тұрсың ба? Плодди хабарласып тұр. Ричард ағай, естіп тұрсың ба? Ричард ағай естіп тұр, айта бер. Қылмыскерлердің үйшігі саябақтағы қалың тоғайдың ішінен табылды. Ішін қарап шығу керек, көмегін керек. Естідім. Биттен сонда ба? Алло, Плодди. Енді қайттым, құдай ай.